Екі алғаш. Екеуің бастарың тағы қосылып қапты ғой. Мен қазір төркінге кетіп баратым. Ертең келем. Екеуіңді бірге көретін болсам тағы да. Бүкіл көрші, бүкіл ауылдың басынан аяғына шейін сендерді айтып шығам. Мына екеуі анандай адамдар деп. Өткенде бір қарасам екеуің келсем, екеуің бір төсекте ұйықтап жатсыңдар, ішіп алып құшақтасып. Сол видеоға түсіріп алғам. Енді бұдан кейін екеуіңді көретін болсам, айтпады демеңдер. Екеуіңді де анандай адамдар деп айтам, көресіңдер. Мен кеттім төркінге, бала шағаны алып. Давай, ертең екеуіңді көрсем, сендерге емес, мен сөзіме сенеді бәрі. Екеуі анандай адам деймін, сендерге ешкім жоламай қояды. Кеттім мен, давайте. Бля, досым, анандай деген не ол? Анандай адамсыңдар екеуің дейді. Анандай деген не ол? Қандаймыз сонда біз? Досым. Досым. Анандай деген, анау ғой, голубойлар бар ғой. Енді екеумізді голубой деп айтады ғой. Болды, енді бүгіннен кейін бар ма? Соңғы рет шек. Ертеңнен бастап сен басқа арақ ішетін адам тап. Мен басқа ішетін адам табай. Осы жерден қошайтсайық. Енді бүкіл ауылға голубой атансақ. Ешкім бізбен арақ ішпей қояды ғой, досым. Сол үшін қошайтсамыз. Қимадым деп қой, бүгін соңғы рет шек. Ертеңнен бастап басқа адам табамыз, арақ ішетін мақман. Екеуміз голубой атанып кетеміз айтпасам. Голубой дейді? Голубой емес, голубой деген не ол өзі? Голубой деген не өзі, досым? Ана біз сияқты көп арақ ішетіндерді айтам ба? Голубой деп. Қай кезде екеуміз бірге жатып тұрмыз, соны түсінбедім мен. Қой, ертеңнен бастап басқа адамға арақ тапсаң, тап мені сатқаның болып тұр ғой, сатып кеттің ғой мені. Бүгіннен кейін мен арақ ішпеймін, қапа болдым саған. Досым, мен сені сатпаймын ғой, ешқашан. Голубой деген анау бар ғой, жігітпен жігіт сүйісетін. Жігітпен жігіт сүйісетін. Соларды айтады. Сол үшін маған қапа болма. Голубой болып кетсек, ертең атанып кетсек, кіммен арақ ішеміз, бәрі ішпей қояды одан кейін бізбен. Сол үшін сен басқа арақ ішетін тап, мен басқа адам ішетін табам. Давай.